Ассалаумағалейкум. Қайырлы кеш, студияда Мақсат Толықбай және Айда Боранбай. Бүгіннің басты жаңалықтары. Дене бітімі толық полицейлер өз еркімен қызметінен кетуі керек. Салмақ ауыр қызметкерлерді құзырлы орган қатарынан кім тазалағысы келді? Шардарада 24 жастағы азамат көңілдесін әпкесімен бірге аяусыз өлтіріп, 9 жастағы балаға да пышақ салған. Бұдан бұлай жезөкшелердің қызметін пайдаланған азаматтар да жауапқа тартылама. Осы және өзгеде маңызды жаңалықтар алдағы жарты сағатта. Қазақ-өзбек шекарасында ауыр қылмысқа барған 24 жастағы жігіт көңілдесімен оның әпкесін өлтіріп, 9 жастағы балаға пышақ жұмсаған. Қанды оқиға Шардара ауданында болды. Қазір күдіктіні полицейлер қолға түсірді. 30 жас шамасындағы апалы сіңлілердің өлі денесін тапқан ауыл тұрғыны бірден полиция бөлімшесіне хабарласқан. Тергеушілер олардың бірнеше жерден пышақталғанын анықтады. Сондай-ақ 9 жастағы бүлдіршінде пышақ жарақатын алғаны белгілі болды. Күдікті қылмысын толық мойындап отыр. Ол әйелмен ұрыс-керіс болғанын, содан кейін оған қол жұмсағанын айтқан. Ерлі зайыптылардың арасына араша түспек болған балдыздың да бауыздап тастаған. Онымен қоймай күдікті анасына көмекке келген, оның ұлына да пышақ сұққан. Қолын қанға малған күдіктіні оқиға орнынан із суытып, Өзбекстанға бой тасаламақ болған жерінен қолға түсірді. Оңтүстік Қазақстан облысының полиция қызметкерлерімен Қазақстан мен Өзбекстан шекарасын бұзып өтпекші болған күдікті азамат қолға түсірді. Ол күдікті Шардара ауданында 2 әйел азаматшаны өлтірген, және де көрші мемлекетте қашып үлгермеген. Ал Оралда жол апатынан бірден 2 көлік суға батты. Жол жиегінде тұрған газельде жолаушылар автобус соқтығысып, салдарынан шағын жүк көлігі аударылып қалған. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Газельдің жол бойына сүйреп шығармақ болған КамАЗ көлігінің шамасы жетпей, төменге сырғып, газель содан суға батып кеткен. Оқиға орнына жеткен құтқарушыларда көлікті шығара алмай біраз алысты. Күні бойы әуреге түскен олардың өздері тіпті сүңгуірлердің көмегіне жүгінуге мәжбүр болды. Сүңгуірлер су астында қалған көлікті ауыр техникаға тіркеп, жапа шеккен 2 машинаны құрғақ жерге шығарды. Ойда жоқ жерден апатқа ұшыраған КамАЗ өз жұмысына кіріссе, Қазпошта акционерлік қоғамына тиесілі газель жүк көлігі жарамсыз болып істен шықты. Қайта жүргізушілердің аман. Енді болған оқиғаның шығынын апатқа себепкер жолаушылар автобусының жүргізушісі өтейтін болады. Тұман болып кетті, алдын қарсы күн түсіп тоқтадым. Тоқтағанда артынан автобус келіп түйіп неге салды. Көрмаған одан асыл беткен ғой. Артық салмақ жұмысқа кедергі. Бүгін Ақтау полицейлері алғашқылардың бірі болып кәсіби жарамдылық бойынша кезектен тыс аттестацияға машықтана бастады. Иығында погон таққан құзырлы орган қызметкерлері дене шынықтыру дайындығы бойынша секіріп жүгіруден нормативтер тапсыруда. Ал егерде кім-кім нормативтерден сүрініп қалса, жұмыстардың қатарын толықтырмақ. Осылайша Маңғыстау облысының ішкі істер департаментінің бастығы генерал-майор Мейірхан Жаманбаев артық салмақты әріптестеріне жұмыстан кетулерін ұсынды. Сонымен қатар басшылық қызметкерлерінің саны күрт төмендеп кетпес үшін дене жаттығуларын аптасына 2 рет емес 4 рет ұйымдастырмақшы. Белгіленген нормативтер мамандардың жас кәрілігіне сай қарастырылған. Аттестациядан 2000-нан астам адамды өткізбекші. Қызметкерлерге уақыт бердік. 1 ай мерзімде салмақтарын сәйкестендіруге, ондай болмаған жағдайда қызметтен кетуге тапсырма бердік. Ал Өскеменнің тұрғыны жеңіл жүрісті қыздардың қызметін қолданған үшін енді заң алдында жауап беретін болады. 6000 теңгесін тәні сатқан арулардың қалтасына салып берген азамат шындықты жұбайынан жасырып қалмақ ниеттемені тонап кетті полицияға жалған шағым түсірген. Таңертең үйден шыққанда қалтамда 7000 теңге бар еді. Ол ақша жұмысқа орналасу үшін дәрігерлік тексеруден өтуге деп қойылған болатын. Қалтамдағы қаржыны жеңіл жүрісті қыздардың қызметіне жұмсап қойғандықтан әйеліме шындықты айта алмадым. Сондықтан осы әрекетке бардым. Туыстары мен жарынан жеңіл жүрісті қыздарға барған жасырмақ болған азамат, ұрылар мені тонап, қалтамдағы бар ақшамды алып кетті деп Өскемен қаласының ішкі істер департаментінің жедел басқару орталығының 102-ші телефонына қоңырау шалған.
Оқиға болған жерге жеткен тәртіп сақшылар бейнебақылау арқылы ешқандай бұзақылық әрекеттің болмағанын байқайды. Шағым түсірген адамнан күдіктенген полиция қоңырау шалған азаматты тергеуге алады. Нәтижесінде жұмысқа орналасамын деп кетіп, жезөкшелердің қызметін пайдаланып қайтқан тұрғынның жалған мәлімет таратқаны мәлім болған. Жалған әрекеті бойынша қылмыстық істердің кодексі бойынша қылмысты іс қозғалды. Қазіргі уақытта бұл азамат жаңағы осындай жалған ақпарат берген үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылуда. Шымкенттің көлік компаниялары жол ақысын көтеруді талап етуде. Олай болмаған жағдайда 34 тасымалдаушы компания жұмысын тоқтатпақ. Жиналғандар жол ақысын 50 теңгеге көтеріп, жаңа автобустар сатып алуға мүмкіндік жасауды талап етеді. Сонда ғана жағдай өзгеретін көрінеді. Бүгін 1000-ға жуық автобустардың жартысы жұмысқа шықпаған. Тасымалдаушылардың айтуынша қалалық автопарктың 85% әбден тозығы жетіп біткен. Автобус жүргізушілерін қала тұрғындары да қолдайды, бірақ жаңарту жұмыстары халықтың қалтасынан емес, мемлекеттік қазынасынан алынуы тиіс деп есептейді. Шенеуніктер болса, жылдар бойы көтерілетін мәселені түбегейлі шешудің әзірге мүмкін емес екенін жасырмайды. Оның үстіне жол ақысы тек 5 теңге ғана көтеріледі деп отыр. Дегенмен қоғамдық көлік тасымалдаушылары жағдай мұнымен жөнге келмейді дегенді айтады. Қазір қалааралық бір реттік жол жүру билетінің құны 35 теңгені құрайды. Бізге қалада жаңа автобус, бір автобусда келіп атқан жоқ, ескі автобустар сынып істен шығып жатыр. Вот содан бізге автобус жетіспей жатыр. Ал жаңа автобусқа келуге біздің қазір 35 теңгенің расчетымен ешқандай банкі бізге кредит бермейді. Өйткені ана убыточный. Мен баламның өліміне қатысты қылмыстық істің Алматыдағы мамандандырылған ауданаралық сотта қаралғанына қарсымын. Редакциямызға келген Айдын Шайбосовтың анасы Майра Аюпова Сайра осындай шағым айтып келді. Өзімен бірге тергеу барысында түсірілген бейнетаспасы да бар. Естеріңізге сала кетсек, ақпан айында осы іске қатысты бейнематериал көрсеткен болатынбыз. Бұл іске қатысты күдікті деп танылған Бекжан Сапарбаевтың туыстары сот кінәсіз деп тауып, шешім шығарып сот залынан босатылған ұлымыз қайта қамауға алынды деген болатын. Мына бейнетаспада Айдын Шайбасовтың өліміне қатысты куәгерлердің тергеушіге берген жауабы көрсетілген. Ернар Несіпбаев, Ержан Құрманғазин тағы басқа куәгерлер күдікті ретінде Бекжан Сапарбаевты көрсетуде. Қарсыңызда отырған Сапарбаев танисыз ба? Солын танимын. Танығанда қалай танисыз? Кейін өзінің дене бітімі, мұрны, қабағы. Қарамасы тұрған азамат танып отыр. Өткен бұл жігітті 14 маусым күні Дорожник ықшам ауданында балармен бірге өзіміздің дос балармен жұмыста балармен қашып отырған кезде осы өткен дос баламыз атып кетті. Мен біріншіден үйде болдым да, ал мына кісілердің ұстағанын бәрі үйден ұстап отырды. Именно мен сендерді істейтін болсам, мен қашып кететінім. А мен телефон постоянно қосулы болды ше. Алайда қорғаушының айтуынша тергеу барысында шұғыл өкілдер 4 куәгерге қысым көрсетіп, Бекжан Сапарбаев өлтірді деп айтуға мәжбүрлеген. Қылмыстық іс Алматыдағы мамандандырылған ауданаралық сотта алқабилердің қатысуымен қаралған. Қылмысқа куә ретінде тартылған азаматтар кейіннен Бекжан өлтірді деген жауабынан бас тартып, Ішкі істер департаментіне қалалық прокуратураға шағым түсірген. Одан нәтиже болмаған соң амалсыз адвокат жалдаған. Алғашқы берген жауаптарынан бас тартқаннан бастап, оларға қысым көрсете бастады. Олардың ешқандай жауап алмайтын болды. Алмаймыз деді, өзгертпеңдер деді. Қысым көрсетіп, сол кезден бастап мен қатыса бастадым. Сапарбаевтар отбасы қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотқа өкпеміз жоқ, әділ шешім шығарды дейді. Тіпті баламыз сот залынан босатылды, артынша қамауға алынғанын әлі күнге дейін түсіне алмай келеміз дейді. Сотты да мен әділ өтті деп есептеймін. Рахмет Мамамутов жолдасқа. Жақсы өткізді сотты. Алқабилердің барлығы шешім қабылдап, баламды ақтап шықты. Сонда ойладым, әділдік бар екен ғой, Құдай әлде де деп. Енді міне 2-3 мәрте қайта сотқа шақырып жүрген, тағы қамап қойды баламды апарып. Ал марқұм Айдын Шайбасовтың анасы Сайра Аюпова, мен тергеуші де, адвокат та емеспін. Таспадағы бейнематериалға қарап, Бекжан Сапарбаев кінәлі деп отырмын. Куәгерлер өз еркімен жауап берді дейді. Мен бұны ізденіп қалалық сотқа дейін жазып, кассациялық сотта бұл Сапарбаевты қайтадан қаматқыздым. Қайтадан қаматқан кезде бұл жерде алқабилердің несі салалығы. Екіншіден мен хаттамамен танысқан жоқпын. Ешқандай сот үстінде талап арыз бере алмадым. Өйткені менің адвокатым болған жоқ. Мен ешқандай заңды білмедім. Одан кейін барып, қазір менде адвокат бар, уже мен бәрін түсіне бастадым.
Сайра Аюпова Алматыдағы мамандандырылған ауданаралық сотқа сенімсіздік білдіріп, қалалық сотқа шағым түсірген. Бұл істің қалалық сотта қаралғанын қалайды. Егер осы процесте айыпкер ақталып шықса, жоғарғы сотқа дейін бармақ. Ұлан Тәліпбай, Думан Сүлейменов, Информбюро, 31 телеарна. Ал Атырауда биыл суға шомылу мерзімі ашылмауы мүмкін. Өйткені Орал жағалауы жарамсыз жүк кемелер мен қайықтарға толып қалған. Алайда үйіліп қалған темір қоқыстан құтылуға жергілікті билік асығар емес. Жарамсыз қалған қайық пен кемеге толып қалған жағалау осы. Темірлері тот басқан су көліктерінің қоқысы бүгінде өзен суын ластап біткен. Бұған қоса мұнда Дағыстан қарақшыларынан алынған кемелер де бар. Олардан төгілген мазут майы өзенге ағып, жағдайды төмендеткен. Бұл жағдайды көздерімен көрген жұртшылық экологияның әлсізденіп бара жатқанына қапаланады. Вот смотрите, мусор прямо в реке. Міне қараңыз, қоқыс өзеннің дәл ортасында жатыр. Ал біз бұл өзеннен су ішіп отырмыз. Соны әкімдік неге көрмейді? Ал жергілікті билік экологияға төнген қауіпті жақсы білет. Сондықтан қоқыстан құтылудың барлық жолын жасап жатырмыз деп ақталады. Жүзбелі заводтың қалған ескі қалдығы, көктемгі су тасқынының басына байланысты су астында қалып отыр. Негізі осыдан бір ай бұрын ол мәселе көтеріліп, қала әкіміне келіп түскен болатын. Шенділер жақын күндері өзен жағалауын қалпына келтіреміз деп уәде береді. Ал азаматтар тасқыннан соң тазарту мәселесі оңайға соқпайды деп алаңдайды. Лимара Сали, Гүлбадан Нызбенова, Қайрат Әкімбаев, Информбюро, Атырау. Еліміздегі ең ірі өзен Ертіс экологиялық апаттың аз алдында тұр. Қазақстан тұтынатын ауыз судың 1/3 беріп отырған өзеннің суы 2 есеге азайып, өзен бойын жайлаған елден береке қашқан. Бұл бірінші кезекті Ертістің жағасынан шөп шауып, мал жанын асырап отырған қарапайым халықтың мазасын қашыруда. Сондай-ақ дариядағы балық қоры азайып, миллиондап қырылып жатыр. Бір апта бұрын өскемендіктер Ертісті Қытай жұтты деп бас көтерген еді. Олардың қайғысы енді Павлодарға да жеткен. Соңғы 30 жылда бұқтырмас су қоймасы мұндай аз мөлшерде су жібермеген дейді мамандар. Шартарапқа жайылып, өзенді жағалай отырған халық шаппаға жарып қалатын. Биыл суды шөміштеп жіберіп отырған электр станциясының қожайындары Ертістің бойында отырған елдің талап тілегін ескермеді. Салдарынан мал мен жанын сақтап отырған қараша халық 5-6 ірі қарасын сатуға дайындалып отыр. Өйткені келер қыста жем шөпсіз мал асырау бекершілік дейді шаруалар. Шөп болмаса енді бар малдың бәрі сатамыз біз. Сосын келесі жылы отырамыз, ет те жоқ, сүт те жоқ. Қалаға барып отырасыңыз енді. 3 мемлекеттің жерімен жүріп, мұзды мұхитқа құятын Ертістің суына өзен бастауында отырған Қытай үкіметі көз алартып отыр. Хансу елі алдағы 10 жылда 1 миллиард текше метр суды бұрып алмақ. Демек, нағыз экологиялық апат әлі алда. Ертіс суының аздығынан өзендегі балық та жаппай қырылып жатыр. Конечно, жалко. Әрине, қырылып жатқан балықты көргенде қатты күйінемін. Мұнда карп, шортан, сазанда осы жерде болушы еді. Бір сөзбен айтқанда балықтың барлық түрі бар еді. Шүлбі су электр станциясын жалға алған америкалық компания қыста қар аз түсіп, салдарынан жеткілікті мөлшерде су жібере алмадық депті. Жекенің жетегінде кеткен стратегиялық нысан қожайыны не істесе де өз еркі. Шығыс Қазақстан облысының табиғатты қорғау прокуратурасына хат жазды. Олар шынында да бұл саланы жақсы білмейді. Олар орнынан қозғалғанша біраз уақыт өтіп кетпек. Сонымен елдегі ең ірі өзен Ертіс суы сарқылып, жағасы солып барады. Бір кездері балығы тулап, табиғаты шулап жататын аймақтың шырайы да келмей тұр. Экологтар дабыл қағып, су дағдарысы келе жатыр деген үрейі шындыққа айналмасына кім кепіл? Айгерім Асқарбай, Ардабек Меркіт, Қайрат Әкімбаев, Информбюро, Павлодар. Алда көретіндеріңіз. Бүгін Путин Ресей президенті лауазымына кіріседі. Алдағы 6 жылда орталық Азияны не күтіп тұр? Путин жеңісінің қазаққа әсері бола ма? Лондон Олимпиадасында бокстан жүлдені кімнен күтеміз? Бапкерлер неге алтыннан қол үзе бастады? Бізбен бірге болыңыздар. Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін Ресей президенті қызметіне ресми түрде кірісетін Владимир Путин 3-ші мәрте президент болып сайлануы елде бұрын соңды болмаған наразылық толқуын тудырды. Бұл наразылыққа былтырғы желтоқсан айында өткен парламент сайлауы түрткі болған. Сол кезде сайлау нәтижесіне наразылық танытқан оппозиция шерулеріне 100-деген мың адам қатысқан болатын. Бүгінде миллиондар марш атты шеру ұйымдастырылып, мыңдаған демонстранттар Путинсіз Ресей және қайта сайлау деп ұрандады. Дегенменде Путинді салтанатты ұлықтау рәсімін 6 федеративті телеарнамен бірнеше радиостанциялар тікелей трансляция жүргізді. Президент өзі уәде еткендей мемлекеттік думаға Дмитрий Медведевті премьер-министр қызметіне тағайындаудан бастады.
Алайда Единая Россия бастаған өзге де партия мүшелері, оның ішінде коммунистер, экс-президенттің премьерлікке тағайындалуына қарсы екендіктерін білдірді. Владимир Путиннің ұлықтау рәсіміне қарсылық көрсету шараларына қатысқан көптеген қоғамдық белсенділер, оның ішінде Илья Яшин, Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Борис Немцов пен Георгий Явлинскийлер қамауға алынды. Ал Франция социалистер партиясының лидері Франсуа Олланд елдің жаңа президенті болып сайланды. Ішкі істер министрлігі ұсынып отырған мәліметтерге сай, оппозиционер президенттік сайлаудың екінші кезеңінде 52% шамасында дауыс жинаған. Жалпы Олландқа 17,830,000 адам қолдау көрсеткен екен. Ал мемлекет басшысы лауазымынан айырылған Николя Саркозиді сайлаушылардың 48,33% қолдады. Республиканың конституциялық кеңесі алдағы күндері саяси доданың ресми қорытындыларын бекітуі тиіс. Саркози өзінің жеңілісін мойындап, оппонентін құттықтап та үлгерді. Ал Олландқа президент қызметінде сәттілік тіледі. Франсуа Олланд президент болып сайланды. Бұл таңдауды құрметтеу қажет. Сіздер маған қолдау көрсеттіңіздер. Бұл жауапты науқанды жұмыла өткердік. Мен жеңілдім деп ешкімге өкпелемеймін. Жеңіліс үшін өзім жауаптымын. Бәріне де алғысымды білдіремін. Ал Невада Семей қоғамдық бірлестігінің мүшелері мерейтой қарсаңында Семей полигонында әскери борышын өтеген, бүгінде айықпас дертпе шалдығып, төсек тартып жатқан жолдастарымен кездесіп, хал жағдайларын біліп, азық-түлік таратты. Мына азаматтар небәрі 18 жасында әскер қатарына шақырылып, бұйрық бойынша сынақ полигонына жіберілгендер. Сыртқы пішендеріне қарап, олардың денсаулығы мықты екен деп ойлауға мүлдем болмайды. Себебі жегідей жейтін радиация ішкі ағзаларының барлығын улап тастаған. Тұра алмайды, сөйлей алмайды, төсекке таңылған. Жағдайын сұрап келген жолдастарын көрген сынақ полигонына қатысушы Серік Есімов еріксіз көзіне жас алды. Біраз болды ауырып жатқанда. Серік Есімовтың 3 баласы бар. Өзі бірінші топ мүгедегі, алатын зейнетақысы 35.000 теңге. Оны да жақын арада ала бастаған. Өткен ұзақ уақыттан бері оған бірінші топ мүгедектігін бермей келіпті. Серігім жүріп кетсін, аман есен. Соны тілеймін, сіздерге бақыт тілеймін. Сапарымбет Шайхисламовта жүруден қалған. Жолдастары жағдайын сұрап осылай келіп тұрғанына іштей риза, бірақ оны айтуға да дәрмені жоқ. Көрген бейнетіне еліп, рахмет айтамыз. Бүгінде Қызылорда облысында сынақ полигонына қатысқан 2000-ға жуық жан бар екен. Оның 30-ға жуығы осылайша айықпас дертке шалдығып, төсекке таңылған. Арнайы біз өзіміздің осында Семей сынақ полигонында зардап шеккен азаматтар бар, төсек тартып жатқан. Сол радиацияның несінен. Соларға бүгін гуманитарлық көмек, күріш, ұн, қант, сондай көмек беріп жатырмыз. Сынақ полигонына қатысушылардың айтар мәселелері жетерлік. Тек көңілдің аз бөлінетіндігі ардагерлерге қиын соғып тұр. Жәния Өсерқұл, Тілеген Бекарыстанов, Алмаз Бестенбеков, Информбюро, Қызылорда облысы. Ұлы жеңіс мерекесі жоғары оқу орындарының да назарынан тыс қалып жатқан жоқ. Сұрапыл соғыстан кейін аман-есен еліне оралып, білім саласында еңбек еткен соғыс және тыл, сондай-ақ еңбек ардагерлеріне Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ұжымы мерекелік көңіл күй сыйлады. 79 ардагерлері бар, оның ішінде 8-і соғыс ардагері, қалғандағы тыл, еңбек ардагерлері болып келеді. Соғыс ардагерлеріне 30.000 теңгеден, еңбек ардагерлеріне 20.000 теңгеден шақырып, жаңа сыйақы жасап, университетіміздің ректорының атынан осындай іс-шаралар өткізіп жатырмыз. Аталмыш оқу орнының ұжымы ұлы жеңістің 67 жылдығының қарсаңында өткізген ұрпақтар ұмытпайтын ұлы жеңіс шарасы барысында мерекелік ән шашу тарту етілді. Бұған қоса қара шаңырақта бас қосқан қариялар өздерінің құрметіне ашылған мұражай тамашалады. Көнеден сыр шертетін бұрыш университет қабырғасында ұзақ жылдар еңбек еткен соғыс және тыл ардагерлерінің өмірбаянын жария көпшілікке ұсынады. Ешқандай ветерандардың бірлі жарым суреті болса болды, болмаса ода жоқ болатын. Аты бар да заты жоқ. Ал енді қазір міне бәрі тарихи, мәңгілік келешек біздің ұрпақтарымызға қалатын осындай көрме ұйымдастырып, бұл көрмелі толығыменен жасалған жоқ. Ал Талдықорғанның автошабандоздары өздеріне арнайы күре жол бөліп беруін талап етіп, әкімшіліктің алдына жиналды. Айтуларынша Алматы облысында автожарысқа арналған бірде-бір айналмалы жол салынбаған. Арнайы жолдың болмауы темір тұлпар әуесқойларына халықаралық жарыстарға дайындалуға кедергі болып тұр. Оның үстіне жол сақшылары автожарыстың заңсыздығын айтып, айыппұл салып келеді.
Егер арнайы орын бөлінсе, жергілікті тұрғындардың да автоспортқа деген қызығушылықтарын арттырар еді дейді ұйымдастырушылар. Жұлдыздарының жиналатын жері бұл. Кеш батысымен көше бойының көркі қызат. Шұғыл бұрылыстардан қиналмай өтетін автошабондаздардың өнерін тамашалау үшін бүкіл қала тұрғындары жиналады мұнда. Бірақ жігіттерге дайындықтарын шыңдауға май қызметкерлері мұрша берер емес, заңсыз дейді. Мысалы, қасымыздағы Алматыда барлығы заңды. Ол жақта жол сақшылары ешкімді қумайды. Өткен автошабондаздарға спортты дамытуға қала билігінің өзі рұқсат беріп отыр. Ал біз әлі қол жеткізе алмай келеміз. Қатысушылар бүгін ғана жиналды, әдетте бізде де 500-ден асып кетеді. Темір тұлпар әуесқойлары жарыстарын қаланың шетінде өткізеді, ешкімге кедергі келтірмес үшін. Күн сайын 100-ден аса жанкүйер жиналады. Жұлдызды жандарға астатөк ықыластарын білдіреді. Көбісі қыздар. Қаламызда көңіл көтеретін орталықтар аз болғандықтан құрбыларымен көбіне осында жиналамыз. Түнгі клубтарға бару үшін қомақты қаржың болу керек. Бұл жерде жігіттердің өнерін тегін тамашалаймыз. Егер полиция қызметкерлері бізді алаңнан қумаса, тіпті жақсы болар еді. Ал автожарысқа рұқсат беру жол сақшыларының құзырына көрмейтін көрінеді. Өйткені заңда рұқсат етілмепті. Қазақстан ашық кубогының 3-ші кезеңіне дайындалып жатқан спортшылар қудалаудың кесірінен жүлдеден қол үзіп қаламыз ба деп қорқады. Дәулетхан Мұратұлы, Әлия Ахмедиева, Айдар Қажымұратов, Информбюро, Талдықорған. Ал бүгін Алматыда бокстан президент кубогы жолындағы халықаралық бәсеке мәресіне жетті. Бұл додаға Лондон олимпиадасына баратын біздің де 9 боксшымыз қатысты. Сондай-ақ олимпиада алдындағы соңғы іріктеуге Алматы төріне Куба, Тәжікстан, Сирия, Үндістан бас аяғы 11 елдің боксшылары келді. Олимпиадалық іріктеу аяқталды. Лондонға баратын боксшылар белгілі. Президент кубогы жолындағы додаға сарапшылар болжағандай Қазақстан мен кубалық боксшылар алдына жан салмай ең көп жолдама алды. Серік Сабир шақырылады. Қазақстандықтар бұл сынға 4 құраммен қатысты. Қазақ жанкүйерлері спортшылар Британ аралынан қоржыны толы жүлдемен келсе деп тілейді. 6 медаль алды деп отырған спортшыларымыздың бірі бокстан 2 дүркін әлем чемпионы Серік Сәпиев. Бірақ дайындығы нашар болды ма, жаттығудан шаршады ма, қарсыласын санаулы ұпаймен ғана әрең жеңді. Мықты екенін олимпиадада бірақ дәлелдемекші екен. Перспективы. В главную очередь я хочу подойти в пике своей формы. Это самое важное. Быть здоровым на олимпиаде, без травм. Это, я думаю, самое главное. Там уже в ринге уже будем смотреть. Соңғы 10 финалдық бәсекенің жетеуінде қазақстандықтар жеңіске жетті. Бірақ боксшыларымыздың көрсеткіші бапкерлерді аса қуантып отырмаған ұқсайды. Армандар әзірге 1 алтынмен шектеліп тұр. Бірдеңені болжап айту қиын әрине, бірақ 1 алтын, 1 күміс, 1 қол алу міндет. Бұл барлық командаларға. Қазір күндіз-түні дайындалып жатырмыз. Олимпиада таяқ тастам жерде, нақтырақ айтқанда 3 ай қалды. Соңғы 2 олимпиадада 2 мәрте әупірімдеп жүріп, 2 алтын алғанымыз болмаса, болжамдағы медальдардан қол үзіп келеміз. Осы жолда соны қайталап жүрмесек болғаны. Ұлан Тәліпбай, Татьяна Терукалова, Данияр Жүсіпов, Информбюро, 31 телеарна. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі осындай. 31 арна қосылы болсын, жаңалықтарды бірінші болып біліңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.